Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Өздеріңіз білесіздер, кез келген кәсіби ютуберге видеолары әдемі, қызықты, виртуальны, брутальны болып шығу үшін монтаж жасайтын программа қажет. Және оның ең кереметі, кең тараған түрі ол Adobe Premiere. Сол Adobe Premiere'ді қою жолдарын көрсететін болам. Өйткені біздің супер ютуберс атты клубымыз бар. Сол жерде көп қойылған сұрақтардың бірі осы программаны қалай қоямыз. Және өздеріңіз білесіздер, программаны екі түрі бар. Біреуі кәдімгі официальный түрі, оригиналы, біреуі пиратский түрі. Ол сатып алудың қажет етпейтін программалар, оны пираттар бұзып, тегін қоятындай қылып қойған. Басында үйреніп алғанша сол тегін түрін қолдана тұрыңыздар, кейін әбден үйреніп алып, сол арқылы ақша табатын кезде кәсіби түрін сатып алыңыздар. Сол арқылы сіз сол программаны шығарғандарға құрмет білдіресіздер және компаниясын поддержка жасайсыздар. Және табысыңыз адал түрде болатын болады. Ал ендеше программаны қоюға кірісеміз. Программаны сатып алу үшін adobe.com Premiere деген закладкасына кіресіз және купить дегенді басасыз. Купитті басқаннан кейін мына жерде аты жөніңіз, карточкаңыз, бағалар барлығы шығып тұрады. Бірақ бұл жолы біз алдымен тегін қою жолын көрсететін боламыз. Ол үшін бізге PowerISO деген программа керек. PowerISO деген программа түрі мынандай болады. Оны сіздер көшіріп аласыздар. PowerISO деген программаны жүктеп аласыз және Adobe Premiere деген тегін версиясын жүктеп аласыз. Оны қайдан жүктейтін айтпаймын, өйткені оны YouTube-та айтуға болмайды. Одан кейін PowerISO деген программаны ашасыз. Мінекей, бүйтіп ашылады PowerISO деген программа. Одан кейін бұл программаны қойғаннан кейін компьютеріңізді міндетті түрде перезагрузкаға жібересіз. Одан кейін осы программаны қайдадан ашасыз? Ашқаннан кейін мына жерде инструмент деген вкладка бар. Инструментіңді басасыз. Одан кейін виртуальный привод дегенге апарып, стрелкаға мен бүйтіп жүресізді, задать число приводов деген бар. Сол жерде 1 дегенді қоясыз. Одан кейін тағы да инструментті басасыз. Виртуальный привод дегенге басасыз. Монтировать образ на привод. Менде Е болып тұр. Сіздерде Д болуы мүмкін, С болуы мүмкін, К болуы мүмкін. Осы кнопканы басасыз. Одан кейін міне. Бағанадай мой компьютерге кіресіз. Программа Premiere'дің тегін түрін жүктеген жерге апарасыз. Паккаға кіресіз. Және тегін түрін жүктегеннен кейін үстіне бір рет басып, открыть дегенді басасыз. Мына жерде еш нәрсе шықпайды. Бірақ ол сізде мой компьютерде болады. Ол үшін мой компьютерге кіресіз. Мінекей, мой компьютерге кіргеннен кейін бағанағы С, Д өзіңіздің дисктеріңізден бөлек мынандай диск салынып тұрғандай кнопка ашылады. Осын басқаннан кейін мінекей установочный шығады. Ары қарай установка жасайтын кезде авторан exe дегенді басып, запуск от имени администратора дегенді басасыз. Және мынау екі птичка тұрады, үстіндегі тұра берсін, астындасын алып тастайсыз. Және int дегенге қоясыз, end деген английскийға. Өткен біз английский түрде үйренетін боламыз, ары қарай. Install дегенді басасыздар. Бұл жерде айта кететін жайт, сіздің компьютеріңіз Windows 7 немесе Windows 10 болған күнде де тип система деген 64 разрядная дегенде тұру керек. 64 разрядный болу керек. Егерде ондай болмаса, сіз Windows'ыңызда 32 разрядный болса, 64-ке басынан қою керексіздер. Немесе сіздер бұндай кәсіби программалармен жұмыс істей алмайсыздар. Тура осы тәсілмен Photoshop программасында басқа программаларды қоя беретін боласыздар. Және бағана басқаннан кейін мына жерде көрсетіліп тұр. Пожалуйста, отключите интернет соединение. Яғни қойылым барысында интернет өшіру керексіздер. Интернетті өшіру үшін артынан қытыр еткізіп суырасыз кабельді. Одан кейін сіздерден мынандай терезе ашылады. Сол жерден недопустимый путь деген расположение установки дегенде көк шығып тұрады мынандай. По умолчанию изменить деген. Соны басасыздар. Одан кейін сыға басасыздар. Program files дегенге басасыздар. Окей басасыздар. Одан кейін повторить дегенді басасыздар. Мінекей, программамыз осылай ары қарай қойылады. Және сіздер программаны ашып, еш қиындықсыз өздеріңіздің монтаждарыңызды жасайтын боласыздар. Егер де видео ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, кез келген сөз қалдырыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесіде көріскенше сау болыңыздар. Сразу хит-бол, мендегі ик бол, бәріне тип бол.
сендегі тик-ток сразу хит болды. Сен мені ауыртқаннан мен айықпайым, екеуміздің арамызда әлі де лайтайым. Алға қойдым енді қайтпайым, сен үшін толықтайым.